Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жұлдызай. Бүгін сіздермен қатпарлы, яғни слайонный үгілмелі болып, әдемі болып шығатын самса жасайтын боламыз. Алдымен илегіштен өткізілген ұнымызға сары майымызды салып, осылай әбден үгітіп алатын боламыз. Майларыңыз енді холодильниктен шығып қатты болып тұрса, теркадан өткізіп, ұнмен араластыруларыңызға болады. Әбден үгітіп алғаннан кейін қаймақты салатын боламыз. 15-20% қаймақ жарайды. Шамалы тұз салып, бір араластырып аламыз. Енді бізге керегі 3 жұмыртқа. 2 жұмыртқаны ақ уызынан айырып, тек сары уызын қосатын боламыз. Ал бір жұмыртқаны сол целый күйінде саламыз. Міне дәл видеодағыдай. 2 сарысын және бір целиком жұмыртқаны саламыз. Енді қамырымызға кірісеміз. Жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамыр шамалы қаттылау болып шығуы мүмкін. Одан еш қорықпаңыздар. Салафан мешокқа салып 30 минут холодильникта тынықтыратын боламыз. Сол кезде қамырларыңыз әбден жұмсарып шығады. Менде бұл жерде 550 грамдай ұн кетті. Оның алдында істегенде 500 грамм кеткен болатын. Енді бұл ұнның да тығыздығына байланысты. Дайын болған қамырды осылай 2-ге бөліп, 2 мешочкқа салып, холодильникқа бір 30 минутқа салып қоямыз. Мен бұл жерде екінші қамырымды жайып жатырмын. Бірінші қамырды жайған кезде екінші қамырым холодильникте тұрды. Оны алдын ала шығармаңыздар. Осылай жайып алып, сары майымызды ертіп, жағып шығатын боламыз. Енді үстіне жаңағы екінші қамырымызды қойып, тағы да сары майды барлық жеріне жағып шығамыз. Енді видеодағыдай шетінен бастап рулетка кейпінде орап аламыз. Ұзыннан орағаннан кейін енді ішке орап, осылай досточкаға салып, морозильникқа 2 сағатқа жібереміз. Енді уақытымыз өткенше салмасын дайындай берейік. Бұл жерде менде домашний фарш және де 4 жуа. Жуаны молырақ салсаңыздар, өте дәмді, сочный болып шығады. Қалауларыңызша тыква, картошка қосуларыңызға да болады. Және де самсаға көбіне етті қолдан турап салады. Сол кезде өте дәмді болады. Рубленый деп айтып жатады. Қалауларыңызша енді қара бұрыш қосып, тұз салып, және де мен чеснок қостым, приправасын. Шамалап су құйып, барлығын әбден араластырып алдым. Салмасы да дайын болды. Енді тестаға, қамырға кірісетін боламыз. Холодильниктен шығарғасын бір 10-15 минуттан кейін қамырмен жұмыс жасай беруге болады. Осылай қамырларды бөліп, 50 грамнан бөліп қойдым. Менде бұл жерде 21 штук самса шығайын деп тұр. Сіздер қонаққа жасасаңыздар, 30-40 грамнан алсаңыздар да болады. Мен үйге жасағаннан кейін сәл үлкендеу қылып жасап жатырмын самсаларды. Мен үйде жасайтын самсаның 3 түрін жасадым. Қазір сіздерге көрсетейін. Бірінші түрі міне видеодағыдай. Бірінші фаршын салып, шеттерін осылай жабыстырып шығасыздар, бекітіп алғаннан кейін өре бастаймыз. Яғни ол тестаның шетін үстіне қарай созып, ішке бүктейтін боламыз. Сол кезде әдемі бізде узорлар шығады. Мінеки осылай болып шықты. Енді екінші түрін көрсете кетейін. Бұл енді обычный 3 бұрыш түрі. Осылай 3 жағын қосып, жабыстырып аламыз. Осы өзіме ең оңай жолы, асыққанда тез жасай салуға өте ыңғайлы. Тағы бір түрін көрсете кетейін. Бұл конвертик түрі. Осылай фаршымызды салып, 4 жағын бекітетін боламыз. Және де енді шеттерін
біріктіріп алатын боламыз. Мінекей осылай болып шықты. Міне енді самсаларымыз дайын. Үстіне жұмыртқамызды жағып шықтым. Және де үйде күнжут болса, ақ күнжут, қара күнжут немесе мак болса, осылай үстіне сеуіп шықсаңыздар әдемі болады. Духовкадан шыққан беті. Рецепт ұнаған жағдайда подписка жасап, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.